Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге өзімнің доллар гүлі туралы айтып көрсетпекшімін. Бұның ғылыми атауы замия кулькас деп аталынады. Және бұны қалай күтіп баптау керек. Бұған ешқандай да қиын емес күтіп баптау. Өте оңай және алғашқы рет, бірінші рет гүл өсіретін адамға өте қолайлы. Капризный емес, былайша айтқанда. Бұған қалай су құямын? Бұл гүл суды жақсы көрмейді. Суды көп құюдың қажеті жоқ. Қыстың күндері бір айда бір рет, жаздың күндері 2 аптада бір рет су құямын. Және мына топырағын, горшоктың топырағын толық құрғатып барып құямын. Егер де көп құятын болсаңыздар, су бұның тамыры шіріп кетеді. Тамырында бұның мен сіздерге көрінсін деп, мен сіздерге арнайы дайындадым. Осындай картошкасы бар. Және көп су құятын болсаңыздар, осы картошкасы мына көріңіздер шіріп кетеді. Және 2 аптада, бір айда бір су құйған кезде, өте жақсылап құю керек бірақтан суды. Толық ішсін деп. Егер де сіздер горшоктың бәрін құрғатып, және суды аз құятын болсаңыздар, қорқып, тек қана мына тамырлары ғана суды ішеді да, мына картошкасы суды ішіп үлгермейді. Сіздер ұзақ уақыт су құймаған кезде, дәл осы картошкасынан суды алып отыратын болады бұл гүл. Және бұл гүл жарықты жақсы көреді. Тікелей күн сәулесі түскені жақсы көрмейді. Мына жапырақтарында ожог пайда болуы мүмкін, күйіп қалуы мүмкін күн көзіне. Менде бұл гүлдің жапырақтары не үшін сарғаяды? Сол туралы айтып өтейін. Бұл гүлдің жапырақтары не үшін сарғаяды? Мына менде мына жерде жапырағы сарғайған, және де мына жерде де сарғайған жапырақтары, мына кесіп тастағанын көрініп тұрса. Бұл гүл менде ұзақ уақыттан бері бар. Егер бұл гүл қартайса, өте ұзақ уақыт бойы сізде болатын болса, бұл қалыпты жағдай. Жапырақтың сарғайып түсуі. Екінші жағдайы, егер де суды көп құйып қоятын болсаңыздар, жаңа айтып өткенімдей, картошкасы шірей бастайды. Сол кездерде осылай жапырақтары сарғая бастайды. Мен тек видеоны өз тәжірибемнен ғана алып түсіремін. Ешқандай жерден көріп емес. Бірінші өзім істеп көремін. Сол қалай болады, соны ғана айтамын. Мен баста суды көп құйғанмын бұл гүлге. Суды көп құйғанмын. Сол кезде осылай сарғайып, бірнеше несі түсіп қалды жапырағы. Сол тамырын ашып көргенде, тамырының жартысы шірей бастаған. Содан мен топырағын ауыстырып, қайтадан отырғыздым. Содан кейін мен су құюға қорқып қалдым. Бұл су құю туралы өте күрделі мәселе. Ұзағынан айтып өтейін, түсінікті болсын деп. Сол 2 аптада толық құрғатып барып, су құйып жүрдім. Бірақ су құюға қорыққандықтан мен суды азғантай ғана құйып жүрдім. Сол себепті міне сіздерге көрінікті болса, мынандай сызықтар пайда болды. Бұл су жетіспегендіктің белгісі. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, жаңағыдай тамыры ғана су ішіп, картошкасына су жетіспегеннің белгісі. Бұл қорқатын жағдай емес. Егер де бұл қайтадан қалпына келеді, бұл жаңа стрелкалар шығарып жатыр. Мұны көріп тұрғандарыңыздай 1, 2, 3 жаңа стрелка шығарды. Сондықтан да бұл қорқатын жағдай емес. Үшіншіден, не үшін сарғаяды? Суды көп құймағандықтан сарғаяды, суды көп құйып жүргендіктен де сарғаяды. Және күн сәулесі жетіспегендіктен де сарғаяды. Күн сәулесі болғанда тікелей күн сәулесі емес, жарықты жақсы көреді бұл гүл. Жарықта жақсы өседі. Егер сіздер тікелей күн сәулесінен қорғалынған жарық жерге қоятын болсаңыздар, мынандай стрелкалары тез шығады. Және бұл гүлдің өсуі өте қиын, жай өседі.
бұл гүл өте жай өседі. Сол себепті бұған өспей жатыр деп удобрение құйып, қайта-қайта тез өссін деудің қажеті жоқ. Бұл гүлге удобрение көп құйып жіберетін болсаңыздар да картошкасы күйіп қалады. Сол себепті удобрение көп құймаңыздар. Бұл гүлге зиянкестер көп жолай бермейді. Бұл гүл ешқашанда ауырмайды. Жаңағы айтып өткендей, жаңадан гүл өсіруді бастаған адамдарға да қолайлы гүл. Сосын тағы да айтып өтетін жағдай, міне сіздерге көрінікті болсын деп алдым дедім ғой. Бұл үлкен горшокта жақсы өспейді. Үлкен горшокта жақсы өспейді. Оған мысалы мынандай тамыр болатын болса, мына горшок болады, ыңғайлы. Егер сіздер бұны үлкен горшокқа отырғызатын болсаңыздар, онда мынандай тек қана тамыр өсіріп, осы горшок толғанға дейін тамыр өсіреді, мынандай стрелкалар шығармайды. Сол себепті бұған тамыры өзіне лайықты горшок отырғызу керек. Қандай топырақтар бұған қолдануға болады? Қандай топырақ? Бұған бұл суккулент деп аталынады. Суды жақсы көрмейтін кактустың сортына жатады. Және суккулентке арналған топырақты қолданса болады, кактуске арналған топырақты қолданса болады. Және бұның топырағы құнарлы болсын, жаңағыдай жұмсақ болсын деген ондай ешқандай несі жоқ. Бұл кез келген топырақта өсе береді. Бұған анау айтқан не керек емес. Отырғызуда ешқандай қиыншылығы жоқ. Және айтатын тағы да бір мәселе, температура. Қандай температурада бұны ұстау керек? Жаздың күндері ешқандай қиыншылық тумайды, бұл жылыны жақсы көреді. Менде жаздың күні ешқандай да қиыншылық тудырмайды бұл гүл. Тек қыстың кездерде 15-18 градус жылыдан төмендемеу керек. 15-18 градуста ұстау керек. Егер одан төмендеп салқын жерде қалып кететін болса, онда сіздер су құйған кезде бұның топырағы мұздайды да, және бұл суыққа өліп қалады. Дәл солай менде бір гүлді, замия кулькас гүлін, доллар гүлін солай жоғалтып алғанмын. Және бұны қалай көбейтемін? Бұл жапырағы арқылы да, сабағы арқылы да топыраққа отырғызып көбейтсе болады, бірақ бұл өте ұзақ уақыт көбейеді. Бір 6-7 ай дегенде ғана шығады, өседі. Және бұлай тамырын бөлу арқылы да көбейтуге болады. Бұны көбейту ешқандай да қиыншылық тудырмайды. Және бұлай тамырдан бөліп те отырғызсаңыздар да болады. Немесе жапырағын үзіп алып отырғызсаңыздар да, және мынандай сабағынан кесіп алып, сабағын отырғызсаңыздар да болады. Ол кездерде өте ұзақ өседі. Және бұған су себу. Бұған су сеппеймін. Су сепсе де болады. Айына бір рет су құйған кезде жылы душ істесеңіздер де болады. Сол кездерде душ арқылы жапырақтан жусаңыздар да болады. Аптасына бір рет бұның да жапырағын тазалап тұрамын. Шаңнан қорғап, шаң болмасын деп жапырақтарын сүртіп тазалап тұрамын. Жарықты жақсы көреді, көзі түспеу керек. Горшок туралы айттым, өте үлкен горшокқа отырғызсаңыздар, бұл стрелка шығармайды, тек тамыр толтырады. Тамыр өскеннен кейін барып, сол горшок толып тамыр болған кезде ғана стрелка шығара бастайды. Назарларыңызға рахмет. Егер ұнаса лайк басыңыздар, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Және бұл видеоны менің каналыма тіркелуші Умида Талипова атты каналыма тіркелушінің сұрауы бойынша түсіріп отырмын. Және де қандай сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырыңыздар, сол туралы арнайы видео түсіретін боламын. Және назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.